Биыл Қазақстан Paramount Engineering компаниясына 10 жыл. Осы уақыт ішінде басталған жоба еліміздің инженерлік саласының символына айналды. Сындарлы жылдар бізді заман сынағына төтеп беруге, жауапкершілікті мінсіз атқаруға үйретті. Әр сынақ жаңа шешімге, әр шешім жаңа жетістікке бастады. 10 жыл металл мен технология адам ойы мен шеберлігінің тоғысқан кезеңі. Ендеше осы жолдың басты кезеңдеріне бірге көз жүгіртейік. 2013 жылдың 11 желтоқсаны Астана қаласының арнайы экономикалық аймағында компания құрылтайшысы Айбек Айдарұлының қатысуымен болашақ зауыттың алғашқы қазығын қағу рәсімі салтанатты түрде өтті. Құрылыс жұмыстары 2014-2015 жылдары жүргізілді. 2 жылдың ішінде көлемі 13.500 шаршы метр заманауи өндіріс ошағы құрылды. Кесу, жону және июге арналған 7 станок пен 2 шағын өңдеу станогы іске қосылып, 100 шақты адам жұмысқа қабылданды. Сөйтіп құрастырушы инженерлер, технологтар, станок операторлары, жүргізуші механиктер, бояу және дәнекерлеу ісінің ұсталары іске кірісті. Бұл тарихи кадр 2015 жылдың 27 қарашасында түсірілген. Бронды металды алғаш рет дәнекерлеу сәті. Ал 30 қарашада зауыттың ресми ашылу салтанаты өтті. Оған бірінші президент Нұрсұлтан Әбішұлы қатысты. Ол болат шикізаттан дайын көлік жасап жатқан шеберлердің еңбегін жоғары бағалап батасын берді. Технологияны игеру алғашқы лектегі жас мамандардың кәсіби біліктілігіне байланысты еді. Сондықтан Оңтүстік Африка Республикасы, Франция, Израиль, Италия, Қытай, Түркия және Біріккен Араб Әмірліктері сынды алдыңғы қатарлы елдердің өндіріс орындарына тағылымдамаға жіберу басталды. Игілікті үрдіс әлі күнге үзілген емес. Табанды еңбектің нәтижесін 2016 жылдың сәуірінде көрдік. Өз қолымызбен құрастырылған алғашқы Арлан жарыққа шықты. Құрлық әскерлердің тапсырысына сәйкес 6 данасын жасап, тамыз айында Қапшағай, Алматы және Талдықорған гарнизондарына жөнелді. Істің қыр-сырын толық меңгерген шеберлер жыл соңына дейін жалпы саны 36 көлік құрастырды. Оларды шалғайдағы әскери бөлімдерге механик жүргізушілер өздері айтып жеткізді. Мемлекеттік күзет қызметі Арланды алғаш қабылдаған құрылымдардың бірі. Өндіріс іске қосылған күннен бастап арнайы мақсаттағы бөлімшелер біздің сенімді серіктесіміз болып келеді. Кадекс көрмесі сол жылы Астанада өтіп, кәсіпорынның болашаққа бағытталған серпінін көрсетті. Мұнда барыстың 6-да 6 және 8-де 8 үлгілері тұңғыш таныстырылды. Жаңа буынды жауынгерлік көліктердің басты ерекшелігі бұл біріккен жоба болады. Оны жобалау үстінде біздің де инженерлер атсалысқан. 2017 жыл ақпан айы шығыстағы Абай полигонында Арландардың алғашқы ашық демонстрациясы өтті. Машина -50-ден +50-ге дейінгі температурада үздіксіз жұмыс істей алатынын дәлелдеді. Отандық қарудың тегеуріні бақ өкілдерін таңғалдырды. Семейдің іргесіндегі әскери полигондардың бірінде отандық брондалған техника сынақтан өтті. Дәл осы сынақтар барысында ел есінде қалар оқиға орын алды. Арлан көліктерінің көмегімен қар құрсауында қалған ауылдан жүкті әйел аман-есен құтқарылды. Во главе колонны бронированные колеса. 25 жылдыққа арналған әскери парадта Арлан жауынгерлік көліктері тұңғыш рет Елорда төрінде сап түседі. 4 бірдей Арлан брондалған машиналар жүріп барады. Бұл техника Қазақстанда өндірілген. Құрлық әскерлерінің жалпы әскери бөлімшелері мен арнайы мақсаттағы бөлімшелер есебінде тұр. Инженерлеріміздің техника жасаудағы шеберлігі қолбасшылардың қызығушылығын оятты. Олардың кәсіби деңгейіне сенген Арыстан арнайы жасағы Арландарға тапсырыс берді. Майдан шебін таңдамайтын жасаққа әмбебап әрі ұтқыр машина жасау конструкторлық бюроға қойылған негізгі талап болды. Бұл жылы зауыт жеңіл брондалған тактикалық Арлан көліктердің бірінші моделін жаппай өндіріске қойды. Жеңіл әрі ұтқыр көліктердің 15 данасын жасап, мемлекеттік күзет қызметіне және ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырылды. Көлік маңызды саяси шаралардың қауіпсіздігін сақтау мен арнайы операцияларда тиімді қолдануда. Жыл соңында барыс 8-де 8 көліктердің зауыттық сынақтары басталды. Механиктер оларды отқа да суға да салып ұлан-ғайыр даламыздың табиғи кедергілерін бағындырып, жүріс қарқынын тексерді. Сынақтар аяқталған соң техника қорғаныс министрлігінің сарапшыларына әскери тәжірибелік бағалауға ұсынылды. Бұл Қарағанды маңындағы Спасск полигоны. Барыс 6-да 6 машинасының прототипінде алғашқы зауыттық сынақтардың басталған сәті.
Нәтижесі түрлі әскери құрылымдардың назарын аударды. Осылайша ауқымды әскери сынақ жұмыстары 2023 жылдың шілдесіне дейін жалғасты. Технологияларды меңгеріп, оларды модернизациялауға үйренген зауыт біртіндеп жергілікті локализация көлемін ұлғайтты. Алдымен пневматикалық және гидравликалық жүйелерді жинастырды. Заманауи станоктар саны көбейді. 10 жылдың ішінде жергілікті локализация көлемін 70%-дан асырды. Сөйтіп қыркүйек айында 100-ші Арлан жасалды. 2019 жыл зауыт үшін тағы бір тарихи қадам жасалды. Бұрын реверс инжинирингпен айналысқан жас мамандар көліктің электрлік жүйесін жобалау жұмыстарын бастады. Бұған дейін импортталатын электр жабдықтары зауытта өндіріліп, тауар құны 4-5 есе арзандады. Одан бөлік көліктің басқару бағдарламасын жазуға кірісті. Яғни, прототиптердің платформалары сақталғанымен, төл әскеріміздің талаптарын қанағаттандыру мақсатында машинаның ішкі жүйелері заман талабына сай өзгертілді. Мысалы, дөңгелекке оқ тисе өз өрленеді. Өрт шықса автоматты түрде сөндіріледі, оданған ауаны сүзеді. Қазіргі таңда бейнебақылау камераларына жасанды интеллект жүйесі енгізілуде. Демек, баға мен сапа тұрғысынан әлемдік нарықтағы жетекші өндірушілермен тең дәрежеде бәсекелесе алатынымыздың айқын дәлелі бұл. Принял. Огонь! Дәл осы жылы қазақстанды конструкторлық ойдың жаңа деңгейін айқындаған маңызды оқиғалардың бірі орын алды. Отандық Ансар жауынгерлік модулінің алғашқы ресми таныстырылымы өтті. Инженерлердің өз күшіне деген сенімін арттырған бұл сәт кейінгі технологиялық серпілістердің бастауына айналды. Бүгінде сол алғашқы қадам ел қорғаныс өнеркәсібінің дамуын айқындаған маңызды белес ретінде есте қалмақ. Әрине, зауытта жасалған жаңа техника мен қару-жарақ толық көлемде патенттелген. 2019 жылы зияткерлік еңбекті құқықтық тұрғыда рәсімдеп, оны ресми түрде тіркейтін ғылыми зерттеу және жобалау департаменті ашылды. Бүгінгі таңда зауыт өнімдеріне 6 патент алынған. Бұл машина жасау ісіне тек тәжірибелік деңгейде емес, ғылыми негізде, жүйелі түрде келудің айқын белгісі. 2020 жылы ковид індетінің кесірінен өндіріс 4 аптаға тоқтады. Алайда жыл соңында жоспарды орындап 30 көлік жасап шықты. Ал 2021 жылы өндіріс қарқыны күшейіп, Барыс 6-6 үлгісі жаппай өндіріске қойылды. Оның алғашқы 3 данасын ұлттық қауіпсіздік комитетінің сұранысына сай әзірлеп, арнайы мақсаттағы бөлімшеге табыстадық. Кейін шекара әскерлеріне біреуі, Сұңқар арнайы жасағына 2 жасалды. Тиімділігін көрсеткен көліктерге сұраныс ұлғайып, қазіргі таңда 30-дан астам данасы жасалып жатыр. 2022 жылдың 10 наурызында президент Қасым-Жомарт Тоқаев алғаш рет біздің зауытқа келді. Өндіріспен танысқан мемлекет басшысы саланың болашағы зор екенін айтып, отандық өндірушілерді қолдау және техниканы уақыт талабына сай жаңғырту қажеттігін айтты. 2022 жыл отандық машина жасау тарихында ерекше белес болды. Біздің инженерлер алғаш рет отандық Алан 2 платформасын жасап шықты. Көліктің негізі де, ішкі жүйелер де бәрі конструкторлық бюроның зияткерлік меншігі. Осы еңбектің арқасында Алан сериясының мүмкіндіктері күшейіп, жаңа деңгейге көтерілді. Бұл қазақстандық инженерлер қолынан туған тұңғыш әскери техника ретінде тарихта қалмақ. Алан 2 өз мүмкіндігін сан түрлі әскери тәжірибелік сынақтарда дәлелдеді. Көлік Алматы, Павлодар және Маңғыстау облыстарында сыналды. Барлығы 12949 шақырым еңсерді. Алыс бөлімшелерге жетіп, құбылмалы ауа райында жұмыс істеді. Каспий жағалауындағы жоғары ылғалдық пен тұзға төзімділігі тексерілді. Жол жоқ жерлерде де жүріс қуатын айқын көрсетті. Новейшую разработку казахстанской оборонной промышленности бронеавтомобиль Алан-2 впервые показали широкой публике. Алан 2 көліктері халықаралық деңгейде алғаш рет Әзербайжанда өткен ADEX көрмесінде таныстырылды. 2023 жылдың қаңтар-шілде аралығында Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметімен бірлескен сынақта Барыс 6-6 және Алан 2 тағы бір мәрте тексерілді. Пайдалану барысында зауыт жарияланған барлық техникалық көрсеткіштер салыстырылып, толықтай расталды. Соңғы қорытынды кезеңнен кейін 2023 жылдың 30 қазанында Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұйрығымен Барыс 6-6 және Алан 2 ресми түрде қару-жарақ құрамына қабылданды. Көліктерден бөлек жауынгерлік атыс модульдерде кешенді сынақтан өтті. Атыс қаруының күндіз, түнде және қолайсыз ауа райында нысанаға дәл тию қабілеті тексерілді.
Нәтижесінде біздің жауынгерлік көліктерге арналған сұңқар модулі барлық кезеңнен сәтті өтіп, 2023 жылдың 14 желтоқсанында ресми түрде қолданысқа қабылданды. 2023 жылдың 4 қазанында президент Тоқаев екінші мәрте зауытқа соқты. Бұл жолы отандық бронетехника өндірісінің маңызына тоқталды. Бұл кәсіпорынды біз толығымен қолдаймыз. Үкіметке тапсырма бердім. Тапсырмаларды міндетті түрде орындау. Көлікті тапсыру жұмыстың бір парасы ғана. Негізгі міндет одан кейінгі сервистік қызмет. Зауыт ашылған күннен бастап сервистік бөлім белсенді жұмыс жасады. 271 көлікке техникалық кепілдік бойынша қызмет көрсетілді. 2016 жылы шығарылған көліктердің 2023 жылдың талаптарына сай модернизациялады. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымы миссиялары үшін 15 Арлан көлігі дайындалды. Екеуі медициналық мақсатқа арналған. Жаралыларды тасымалдау, жедел жәрдем беру мүмкіндігі бар. Бүгінде қазақстандық бітімгерлер Голан биіктігінде бейбіт миссиясын орындауды тиімді пайдалануда. Ал сервистік қызмет таяу шығыстың өзінде уақытылы көрсетіледі. 2023 жылдың желтоқсан-сәуір аралығында Қорғаныс министрлігі Барыс 8-8 көліктеріне қорытынды әскери тәжірибелік сынақтарын енгізді. Бұл кезеңде көліктің ұрыстық мүмкіндіктері жетілдіріліп, қолбасшылықтың талап сұраныстары толық қанағаттандырылған. 2024 жылдың қыркүйегінде Қорғаныс министрлігімен бірлесіп жүргізілген 7 жылдық толық сынақ циклі өз мәресіне жетті. Нәтижесінде Ансар атыс кешенімен жабдықталған Барыс 8-8 ресми түрде қарулы күштер құрамына қабылданды. Бұл кезеңде машина Қазақстанның таулы, жазық және құмды аймақтарын бойлай 25 000 шақырым жолдан өтіп, Шұғыла платформасындағы бағдарламалық жасақтамамен және Ансар жауынгерлік модулімен 12 000-нан астам оқ атып, барлық талаптарды толық орындады. Жыл соңында Барыс 6-6-ның баллистикалық қорғанысын тексерілді. Кәдімгі қолданыстағы көлікті түрлі атыс қарулармен атып, шынайы ұрыс жағдайындағы қауіпсіздік деңгейін анықтады. 2025 жылдың сәуір айында Барыс 8-8 көлігінің алғашқы 3 данасы құрастырылып, жеңістің 80 жылдығына арналған шеруде жұртшылық назарына ұсынылды. Шеруді Барыс 8-8 қуатты және заманауи жауынгерлік машинасы жалғастыруда. Бұл жылы Алан 2 үлгісінің баллистикалық және минаға қарсы қорғаныс жүйесі күшейтіліп, МРАП стандартына сәйкестендірілді. Бұл оның майдан даласындағы өміршеңдігін арттырып, функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтті. Санаулы жылдар ішінде инженерлер Аланның бірнеше модификациясын жасады. Мысалға, командалық штабтық көлік ретінде жасақталды. Ол сынақтан сәтті өтіп, арна қолданысқа алынды. Сонымен қатар төтенше жағдайларда қолданылатын радиациялық химиялық барлау машинасы. Қазіргі таңда оның 4 данасы жасалды. Сынақтан сәтті өткен көліктер ресми түрде қолданысқа алынған. Кез келген техниканың өміршеңдігі бірінші кезекте экипаждың біліктілігіне байланысты. Сондықтан десанттық шабуылдау әскерлерінің базасында оқу орталығы ашылып, механик жүргізушілерді дайындай бастады. Биылдың өзінде 100-ге жуық жауынгер білімін жетілдірді. А еще Казахстан начнет производить бронемашину-амфибию. Көп мақсатты амфибиялық Терекс Барыс А8-8 жауынгерлік көлігінің алғашқы данасының ресми таныстырылуы биылғы жылдың ең басты жаңалығы болды. Қазақстан бұл техниканың конструкторлық және техникалық құжаттамасын алып, сингапурлық ST Engineering компаниясымен бірлесіп игеруді бастады. Ал 14 қарашада Терекстің мүмкіндіктері VCE компаниясымен бірлесіп Әле өзенінде көрсетілді. Машина қазақстандық Ансар жауынгерлік модулімен жабдықталған және түрлі деңгейдегі қақтығыстарда ауқымды міндеттерді орындауға арналған. Әскерилердің көліктерге қойған басты талабы станок сертификатына сай келу. Яғни баллистикалық және минаға қарсы қорғаныстың расталуы. Ал қазір сіздер бір апта бұрын аяқталған сынақ барысын тамашалап отырсыздар. Мұнда Барыс 8-8 көліктерінің астында тротил мөлшері 10 келіден 50 келіге жететін 3 жарылыс жасалуда. Дөңгелектері жұлынғанымен негізгі сұлбасы сау. Демек инженерлеріміздің бірінші адам қауіпсіздігі мен жайлылығы деген қағидасы расталып, еңбектері ақталды. Бұл дегеніміз Қазақстан Paramount Engineering зауытында жасалған жауынгерлік көліктер майдан даласында
адам өмірін барынша сақтауға қауқарлы. 10 жылдық жол Қазақстан Paramount Engineering үшін тек бір кезеңнің аяқталуы емес, жаңа дәуірдің жарқын бастауы.